Аспан неге жылайды жаңбыр суымен суыта, ару неге жыламайды батса да қиындыққа. Аспан әрине табиғаттың бұйрығымен ғана, ал ару мүмкін жылайды білдірме айналаға. Сол жауған жаңбырменен араласып оның жасы, ол отыр жағалауда жалғыз өзі мұңын басып. Мұңы тасып бесілдің суындай көктемдегі, келбеті су сәулелі қайғыдан жүректегі. Сүйген жүрек аңсайды жігітім бірге жүрген, екеуі бақыт деді бірге ойнап бірге күлген. Сол жағада жігіті сүйемін деп уәде берген, мені күткелемін деп ол жігіт әскерге кеткен. Жасару келіседі қимастан қиындықпен, мінекей жігіттің кеткенінен бір жылда өткен. Соңғы 2 аптадан бері SMS-те келмеді, қоңырау шалып еді, жігіті жауап бермеді. Оны іздеді, уәйімдеді, не жасарын білмеді. Енді кімге барып мұңын айтып бару төгеді. Достары да түсінбеді, ұмыт оны деп бәрі, бірақ ол үміт үзбеді, жазып қалар деп сенеді. Күнде өтеді, түндер кетеді, қайғы келеді, тамақ ішпей олар сырқаттанады, нетеді. Жетеді бұл өмірдің не керегі дейді, бірақ жүрегіне тыныштық бермейді. Сол бір сұрақ, не үшін ол хабарласпай кетті, ұмытты ма, әлде маған деген сезімін біреу суытты ма? Не болса да мен сені күтемін ғой, ұмыт қылмай, сұранамын, хабар берші, жүрегімді қинамай деген ару жауапсыз қалып, тек жүрегін кінәлап күдер үзді. Ал әскерге кеткен жігітіне келсек, әскери бөлімшеде жігіті борыш өтеді, казармада өмір сүріп талай күндер өтеді. Аруын сағынады, өткені қатты сүйеді, осылайша жыл өтіп қайтатын кезде келеді. Жиналып жолға шығады, ешкімге айтпайды, аруын қуантып сюрприз жасайым деп ойлайды. Пойызға билет алып отырады жол жүруге, жол үсті үйіне дейін қалды 2 күндей. Келесі күні күн түрілді, күркіреді, қуанамын сезінді асығып оның жүрегі. Пойыз келіп тоқтады, кезекті бір станцияға, темекі шегуге шығады станцияда. Адам көп емес, бір шағын елді мекен екен, асыға іздеп дүкен тым алыстап кеткен екен. Кенеттен кезігеді сол ауылдың жігіттері, тиіседі ақша сұрап пышақты ретке кетеді. Ал жігіт болса сұранды, тек мені өлтірмеңдер, қанша ұрсаңдар да шыдаймын мен денетуденік. Мен әскерден қайтып келем, сағынып өз үйімді, жіберіңдер бауырларым, мені қинамай деді. Бірақ ал бастыға бас бітер ме екен, тыңдамады. Жігітті теуіп тастап соңында пышақ тығады. Қалталарын ақтарып жігіттің барын тонап қашып кетеді де, өлім аузында оны қалдырады. Пойыз жүріп кетеді, ал ол болса жерде жатыр, жаралы жері қанап, дене соның сезді салқын. Ешкім жоқ айналада, көмектесер ол жігітке, осылай қатал тағдырмен ол жігіт көз жұмады. Ал оны өлтіргеш паналар қайта оралады, денесін алып кетеді матамен орап алып, көлікпен апарып көмеді оны айдалаға. Міне осылай ол жігіт мәңгіге жоғалады. Қайғылама